Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Балалар, біздер сіздермен алдыңғы сабақта ғаламның ғажайып сандары деген тақырыппен таныстық. Енді осы тақырыптың жалғасы ретінде бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жұлдыздар және аспан әлемі деп аталады. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты тірек сөздер мен жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау. Оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ақпараттарды сақтай отырып, жинақы мәтін жазу. Олай болса, дәптерімізді ашамыз, күннің жадын жазамыз. Бүгін бізде сәуірдің 10-і, тақырып жұлдыздар, аспан әлемі деп жазып қоя қойыңыздар. Тыңдалым мәтінін мұқият тыңдаңыз. Мәтін мазмұны бойынша маңызды тірек сөздерді және маңызды ақпараттарды дәптерлеріңізге жазып отырыңыздар. Тыңдалым мәтіні. Бұлтсыз ашық түнде аспаннан сан мыңдаған жұлдыздарды көресің. Кейбірі солғын жарық нүктеге ұқсайды. Енді бірі бірде күшейіп, бірде әлсіреген отты елестетеді. Шынында да, олардың әр қайсысы күнге ұқсас жанып тұрған орасан газ шарлар. Ең ірілері күннен 10-даған есе, тіпті 100-деген есе үлкен. Мөлшері жермен қарайлас шағындар да бар. Жай көзбен қарағанда, аспан әлемінде 3000-ға тарта жұлдыз көрінеді. Ал қазіргі замандағы ең жаңа құралдармен есепке алғандарының саны бірнеше миллион. Ғалымдардың болжауынша, жұлдыздардың жалпы саны миллиардтан асып кетеді. Жерге ең жақын жұлдыз күн. Оның төңірегінде ірі аспан денелері, планеталар айналып жүреді. Грекше планета адасушы жұлдыз деген сөз. Ғаламшарлар өзінен жарық шығармайтын салқын денелер. Бірақ түнде жылтырап көрінеді. Оның күн сәулесіне шағылысуынан солай көрінеді екен. Ғаламшарлардың айналасында серіктері айналып жүреді. Жер серігі ай. Күн және күнді айналып жүретін ғаламшарлар мен олардың серіктері күн жүйесін құрайды. Күн жүйесі әлем кеңістігінің немесе ғарыштың бір кішкене шағын мүйісі ғана. Ол галактика деп аталатын жұлдыздар жүйесіне кіреді. Әлемде ондай галактикалар миллиондап саналады. Жерді қоршаған бүкіл дүние әлем немесе ғарыш деп аталады. Адам ерте кезден-ақ ғарышты зерттеуге тырысқан. Ғарышқа жол 1957 жылы 4 қазанда ашылды. Жердің жасанды серігі ұшырылды. 1961 жылы 12 сәуірде адам баласы бірінші рет ғарыш кемесімен жер шарын айнала ұшты. Тыңдалымнан кейін мына сұрақтарға ауызша жауап бер. Жай көзбен қарағанда аспан әлемінде қанша жұлдыз көрінеді? Жерге ең жақын жұлдыз қалай аталады? Грекше планета деген сөз қандай мағынаны білдіреді? Жердің серігі қандай планета? Жерді қоршаған бүкіл дүние қалай аталады? Жердің жасанды серігі қашан ұшырылды? Оқушылар, біздер сіздермен сан есімнің мағыналық түрлері және олардың жасалу жолдары деген тақырыппен танысып жатырмыз. Сан есімнің қандай сөз тап екендігін, оның заттың санын, ретін, қатарын білдіретін сөз табы екендігін біз білеміз.
Ендеше сан есімнің мағыналық түрлері 6 топқа бөлінеді екен. Олар есептік, реттік, жинақтық, топтау, болжалдық және бөлшектік сан есімдер. Сан есімнің мағыналық түрлері. Есептік сан есім. Есептік сан есім заттың нақты, дәл санын білдіреді. Қанша, неше деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, 1, 5, 10, 40, 100, миллион. Тағы айта беруге болады. Ал реттік сан есім заттың ретін, қатарын білдіріп, нешінші деген сұраққа жауап береді. Мысалы, 1-ші, 2-ші, 3-ші, 10-ші, 15-ші, тағы басқа. Жинақтық сан есім заттың жинақталу ретін білдіріп, 1-ден 7-ге дейінгі сандарға ал еу жұрнағының қосылу арқылы жасалады. Және нешеу деген сұраққа жауап береді. Ол 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6-ау, 7-еу деген сан есімдерден тұрады. Топтау сан есім заттың санының топталу ретін білдіріп, шығыс септігінің дан-ден, тан-ден қосымшалары арқылы жасалады. Сұрағы қаншадан, нешеден? Мысалы, 10-нан, 100-ден, 1-ден, тағы да басқа. Болжалдық сан есім. Болжалдық сан есім заттың санын дәл көрсетпейді, шамамен, мөлшерімен айтады. Ол қанша, неше, қаншадан деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, 10-даған, 10-дарда, 10 шақты, 10, 15, 10 шамалы деген сияқты мысалдар келтіре беруге болады. Бөлшектік сан есім заттың санын шамамен, мөлшермен білдірмейді, бөлшектік ретімен бөлшектік санын білдіреді. Қанша, қаншасы деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, 10-нан 1, 2-ден 3, 10,1 тағы да басқа мысалдар келтіруге болады. Балалар, біздерге келесі тапсырма. Бұл кітаптарыңызды ашыңыздар. Кітаптарыңыздағы 158-ші беттегі 7-ші тапсырмаға назар аударайық. Бұл тапсырма біздерде ауызша орындалады. Естеріңізде болса, алдыңғы сабақта сіздер 6-шы тапсырманы оқыдыңыздар. Осы 6-шы тапсырманы қайтадан бір оқып шығып, сан есімдерді тауып, мағыналық түрлеріне қарай ауызша ажыратыңыздар. Дәптерге жазудың қажеті жоқ. Осы тапсырманы орындап болғаннан кейін жазылым тапсырмасы. Бұл жазылым тапсырмасы сендердің кітаптарыңызда жоқ. Сондықтан да осы слайдқа қарап орындауға тура келеді. Жазылым тапсырмасы. Мәтіндегі көп нүктелердің орнына тиісті сөздерді жазып шығыңыз. Тиісті сөздер мәтіннің соңғы бөлігінде орналасқан. Назар аударсаңыз, темірқазық, басқарған, теңізшілер, толығымен деп ары қарай жалғаса береді. Бұл сендерге жазылым тапсырмасы. Дәптертеріңізге жазып қоясыздар. Балалар, келесі тапсырма бұл сіздердің мұғалімге жіберетін тапсырмаларыңыз. Яғни бұл тапсырма сары жұмыс тапсырмасы деп аталады. Енді сіздер бұл тапсырманы орындау үшін оқылым тапсырмасы, яғни 6-шы тапсырманы және тыңдалым материалы бойынша негізгі ақпараттарды сақтай отырып, 8-10 сөйлемнен тұратын жинаққа мәтін жазасыңыздар. Ең бірінші тыңдалым тапсырмасын сендер тыңдаған уақытта негізгі және қосымша ақпараттарды, сонымен қатар мәтінге тірек болған сөздерді дәптертеріңізге жазып алыңыздар. Сонымен қатар сұрақтарға жауап бердіңіздер. Енді осы оқылым және тыңдалым материалдары бойынша бүгінгі өткен сабағымыздың тақырыбынан ауытқымай, аспан денелері, жұлдыздар туралы
8-10 сөйлемнен тұратын мәтін, яғни түсінгендеріңізді жазып, маған жіберіңіздер. Балалар, осы тапсырмалардың барлығын орындап болғаннан кейін, мына сілтемелер бойынша міндетті түрде сабақты тамашалаймыз. Бұл сілтемелер сендердің бүгінгі өткен сабақтарыңызды ары қарай тереңдете меңгерулеріңізге көмектеседі.